Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Шынықсаң шымыр боласын бөлімінің заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбы, яғни 42-ші сабақ. Балалар, есімізге түсірейік. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Жасыл, терең, кең. Жақсы, есімізге түсіріп болған болсақ, оқулығымыздың 94-ші бетін ашайық. Бірінші жаттығу. Балалар, мәтінді түсініп оқиық. Илья Ильин Қызылорда қаласында дүниеге келген. Отбасында 3 ұлдың кенжесі. Спорт залға алғаш рет 6 жасында барған. Ал арнайы секцияда жаттығуды 8 жасынан бастаған. Ол Қазақстанның зілтеміршісі. Қазақстанның тұңғыш Олимпиада ойындарының 2 дүркін чемпионы. Илья әлемнің 4 дүркін чемпионы. Балалар, мәтінді түсінген болсаңдар, сұрақтарға жауап берейік. Балалар, мәтін кім туралы? Илья Ильин саған неліктен ұнайды? Тағы қандай чемпиондарды білесің? Қазақстандық зілтемірші қыздар туралы не білесің? Балалар, мәтіндегі жазылуы қиын сөздерді тап. Олардың жазылуын есте сақта. Ал қанекей, балалар, мен сендерге ойлануға уақыт берейін. Жақсы, балалар, ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ, мәтін кім туралы? Мәтін зілтемірші Илья Ильин туралы, балалар, жарайсыңдар. Екінші, Илья Ильин саған неліктен ұнайды? Себебі ол Олимпиада ойындарындағы Қазақстанның тұңғыш 2 дүркін чемпионы атанған. Жақсы. Үшінші сұрақ, тағы қандай чемпиондарды білесің? Жазира Жаппарқұл, тағы да басқа, е? Ал төртінші, қазақстандық зілтемірші қыздар туралы не білесің? Олар, міне, мен төменде көрсеткендей, Майя, Манеза, Зульфия, Шеншалу, Светлана сияқты біздің зілтемірші қыздарымыз туралы сендер әрине білесіңдер деп ойлаймын. Ал мәтінде жазылуы қиын сөздер олар қайсысы еді? Олар секция, олимпиада деген сөздер еді. Жарайсыңдар, балалар. Мен сендерді дәл осылай тапты деп ойлаймын. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, екінші жаттығу. Жұмыс дәптеріміздің 40-шы бетін ашайық. Төменде берілген өлеңді көшіріп, жазып, заттың сынын білдіретін сөздердің астын сызуымыз қажет. Бақыты боп бар елдің тұрар биік орында, чемпионы әлемнің, олар күні әлі алда. Деген өлеңді дәптерімізге көшіріп жазып болған болса, енді заттың сынын білдіретін сөздерді тауып астын сызуымыз қажет екен. Қанекей, мен сендерге ойлануға уақыт берейін. Жақсы, балалар, тексеріп көрейік. Бұл жерде заттың сынын білдіретін сөз биік екен, е? Оның астын дәл осылай сендер де сызды деп ойлаймын. Жарайсыңдар, балалар. Келесі, үшінші жаттығуға назар аударайық. Үшінші жаттығуды дәптеріміздің 41-ші бетіне көркем көшіріп жазамыз. Бұл үшінші жаттығу оқулықтың 95-ші бетінде тұр. Біз осы үшінші жаттығуды дәптеріміздің 41-ші бетіне көшіріп жазамыз. Көшіріп жазып болған болсаңдар, балалар, 4-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Шешуіндегі сөз туралы сөздіктен біліп ал, дейді балалар. Арқан байлап беліне, шымырлықпен бекіне, өрмелейтін қай өрен,
бақ шырқау шегіне дейді балалар. Кәнекей, жұмбақтың шешуін табуға мен сендерге уақыт берейін. Ал қанекей тексеріп көрейік. Жұмбақтың шешуі альпинист. Жарайсыңдар, тамаша. Ал альпинист ол тауға шыңға жаяу жүріп, өрмелеп көтерілетін адам, иә балалар? Сендер бұны білесіңдер, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Оқулығымыздың 95-ші бетіндегі 5-ші жаттығу. Балалар, қай спортшы мәреге алғаш болып жетуі мүмкін? Мұқият қараңдаршы. Кәнекей, мен сендерге тағы да уақыт берейін. Жақсы, ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Мәреге 2-ші нөмірдегі спортшы алғашқы болып жетеді. Жарайсыңдар, тамаша. Дәл осылай сендер де тапты деп ойлаймын. Балалар, ендеше сабағымызды бекітейік. Бүгін сендер тыңдалған материал бойынша өз пікірлеріңді айтуды үйрендіңдер. Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айтуды үйрендіңдер. Және де сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айтуды үйрендіңдер, балалар, иә? Ендеше бағалау бағдаршамы арқылы өзімізді бағалайық. Егер балалар сендер түсінген болсаңдар, жасыл түспен түсінген сияқтымын дейтін болсаңдар, сары түспен мүлдем түсінбеген болсаңдар, қызыл түспен дәптеріміздің бұрышын бояймыз. Мен әрине сендерді түсінді деп ойлаймын. Ал егер түсінген сияқтымын, мүлдем түсінбедім дейтін болсаңдар, онда сабақты басынан бастап қайтадан көріп шығуларыңа болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.